Жоғарғы қан қысымы немесе гипертония. Қан қысымы қалыпты деңгейден жоғарылағанда дамиды. Қан қысымымен көбінесе артық салмағы бар, стресі көп, дұрыс тамақтанбайтын, бүйрегі ауыратын, өт жолы толған адамдар ауырады екен. Қан қысымы көтерілгенде құлақ шуылдайды, жалпы әлсіздік пайда болады, ұйқы бұзылады, бас айналады, бастың ауырлау сезімі туады. Қан қысымының қалыпты көрсеткіші тонометр бойынша 80-120 болуы керек. Енді жоғары қан қысымын дәрісіз емдеу жолдарына тоқталсақ. Бірінші, дене салмағын тежеу әдісі. Қан қысымы жоғары немесе қалыпты семіз адамдардың дене салмағы жеңілдесе, қан қысымы да төмендейді. Сонымен бірге қанның сыйымдылығы мен жүректің қан ығыстыру мөлшері де азайып, жүрек ритмі баяулайды. Арықтау жоғарғы қан қысымынан сақтану мен емдеуде шынайы өнім береді. Екінші, тұз мөлшерін тежеу. 20 ғасырдың 40 жылдары тұзды тежеу жоғарғы қан қысымды емдеудің бірден-бір шарасы ретінде айтарлықтай өнім берген еді. Кейін қысым төмендететін дәрілер табылып, бұл жағынан немқұрайлы қаралды. Қазіргі кезде бұл әдіске қайта мән бере бастады. Күніне тұздың мөлшерін 5 граммнан асырмау, сонымен қатар тұздалған балық, тұздалған көкөніс сияқтыларды да аз тұтыну қажет. Қорытып айтқанда, тұзы аз азық-түлік тұтынған жөн. Үшінші, дене шынықтыру әдісі. Шыныққанда ағза сергек, көңіл-күй көтеріңкі, сымбатты сұлу, қан қысымы тұрақты болады. Кешкі уақытта жарты сағат болсын жаяу жүріп, серуендеу қажет. Төртінші, жоғарғы қан қысымды азық-түлікпен емдеу. Ауру астан деген сөз бекер айтылмаса керек. Дәрілік қасиеті бар тағамдарды таңдап, оны үйлесімді жолмен пісіріп, дәрілік тамақ дайындап емделу, азық-түлікпен емделу делінеді. Ғалымдардың айтуынша құрамында калий тапшы азық-түліктер ерлердің жиырылу мен кеңею қысымын жоғарылатады екен. Сондықтан құрамында калий көп, натрий аз, яғни тұзы жоқ азық-түлікті тұтынып, қан қысымын төмендетуге болады. Мысалы, балдыркөк, қыстық саңырауқұлақ, көк асқабақ, жер жаңғағы, пияз, ащы қияр, усарымсақ, теңіз балдыры, бал, алма сияқтылардың бәрі де калийға бай, натрий аз тағамдарға жатады. Құрамында йод біршама мол теңіз өнімдері жоғары қан қысымына, артерияның қатаюынан сақтануға тұтынатын маңызды элементтер. Қан қысымы барлар дастарханда жеміс пен көкөністі көбейтіп, өсімдік майын тұтынып, майлы тағамдарды азайту керек. Бесінші, қан қысымы жоғары адамдар көкөністі көп тұтыныңыздар. Бұл ауруға ем болатын көкөністер қызанақ, балдыркөк, теңіз капустасы тағы басқа. Алтыншы, жеміс. Жоғары қан қысымы барларға ерекше пайдалы. Жемістің құрамында витаминдер мен калий, магний, темір, кальций сияқты минералды заттар көп болады. Магний жоғарғы қан қысымынан алдын алады. Клиникада күкірт қышқылды магний арқылы қан қысымын төмендетеді. Темір қан жасаудағы басты құрам. Кальций нерв бұлшық етке маңызды әсер етеді. Жоғары қан қысымына шипалы жемістер өте көп. Қарбыз, лимон, апельсин, долана, алма, шабдалы, манго, жүзім тағы басқа. Жетінші, жоғарғы қан қысымына шалдыққандар майды аз қолдануы қажет. Май адам организміне қажетті 5 ірі қоректі заттың бірі. Әдеттегі жағдайда жоғары қан қысымына шалдыққан адамдар құрамында холестерин жоғары болатын малдың майын және оның дайын өнімдерін тежегені жөн. Зерттеуге қарағанда холестерин мол тағамдармен артерияның қатаюы тығыз байланысты болады екен. Сондықтан майға әуес болмаған жөн. Ал өсімдік майында мұндай нашар әсер болмайды. Оның басты құрамы қанықпаған май қышқылы болғандықтан, ол организмде бір қатар өзгерістер арқылы сіңіріліп пайдаланылады да қан тамыры кеңейтеді, қан қысымын төмендетеді, қан ұюының қалыптасуын тежейді. Өсімдік майындағы қанықпаған май қышқылы ферменттердің активтілігін төмендетіп, денедегі майдың синтезделуін азайтып, дене салмағын да жеңілдетеді екен. Мақала қажетіңізге жарады деген үміттемін. Келесі видеода көріскенше.